Баршаңызға сәлем. Көріп тұрғандай бізде қыс 20 градус аяз, далада шөп жоқ, бірақ аяқ астынан бізде шөп пайда болды. Ол шөп қалай пайда болды? Оны көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік ағайын. Ассалаумағалейкум тағы да. Қалайсыздар ағайын? Қалайсыздар көрермендер? Біздің артымыздағы гидропоника тәсілімен өсіп жатқан шөптер, бұл жерде арпа, қара бидай, ақ бидай түрлері өсіп жатыр. Қалай өсіреміз, малға қалай пайдасы бар, қалай берген дұрыс болады, сол туралы видео сіздерге көрсететін боламын. Гидропоника дегеніміз не? Бұл 7 күнде өсетін шөп, яғни топырақсыз сумен өсетін шөп болып аталатын гидропоника дейді. Ол кез келген дәнді өсіре алады. Біріншіден шөпті егу үшін жер таңдау керек. Теплица, немесе сарай, немесе монша деген сияқты кімге ыңғайлы болады солай. Және де комнатың температурасын, ылғалдығын өлшейтін мындай құрылғы керек. Міндетті түрде маңыздылығы осы. Осы арқылы шөптің бағытын тексеріп тұрамыз. 15-18 градус жылылықта өседі, ылғалдық 70-60-та сол шамада өседі. Ең бірінші жем жуатын ыдыс, бізде бачок көп болғасын. Біздер 30 кг еземіз. 6 шелекке 30 кг 6 шелек су құйылады. 6 шелектен бұған марганцовка, бұған кәдімгі известь саламыз. Көреміз. 6 шелек суға шегенің ұшымен салсаңыздар, сол кезде цвет осындай болады. Асты көрініп тұр негізінде. Қазір известь еземіз. 200 грамм известь 3 шелек суға барады. 6 шелек суға 400 грамм известь. Бұның дайындап жатқан себебіміз, біз жемді қазір дезинфекция жасаймыз. Бірінші 15 минут бойы марганцовкада тұрады, 15 минут бойы известьте тұрады. Әсіресе известьті араластырып тұрған жақсы, түбіне жиналып қалады араластырып. Известьтің езілмейтіндер бар ішінде, соларды алып тастаған жөн болады сүзгімен. Бізде бұны бурбулятор дейміз. Бұл жерде негізгі аквариумның компрессор бұл дейтін. Ауа айдап тұрады. 5 жылға дейін істейді деп айтады, көреміз қашаған істейтін. Гарантиясы тоқтамай істей береді. Содан интернетте заказ берсеңіздер болады. 10-15 мың шамасына алуға болады бұл нелерді. Алиэкспресстерді қытайский қойын. Осыдан мен дейтін шлянкамен мынаны каждыйын бүйтіп тесіп шықтым. Желе дейді. Қалай процесін көресіздер қазір. Түбінен полностью жатады. Осыған су қоямыз. Бұл жерге бұл болмаған жағдайда 12 сағатқа суды салып қоюға болады. 12 сағатқа. Одан асып кетсе, 12 сағаттан асып кетсе, жем тұншығып қалады. Ал бұл бізде бір күн бой тұрады. 20 сағатқа дейін барады шамамен. Жем бізде тұншықпайды, себебі бізде кислород барып тұрады. Оттегі барады, оттегі. Қазір қосам. Бурбуляторның нәтижесі осылай болса, жақсы болады. Әрбір жерден ауа шығып тұрады. Осыған жем саламыз. Ол бір күн бойы тұрады. Бір күн деген 20 сағат шамамен. Ертең осыдан біз сағат күдеті 12 болатыр. Ертең сағат 9-дарда келіп жаяды. Осы жерден алады. Біздегі бұл компрессор 80 литрлікті 80 литрға күш жететін компрессор. Бұның түрлері көп. 5 литр, 10 литр, 20 литр деп кете береді. Сіздерге аздан бастайтын болсаңыздар, 5 литрлік, 10 литрлік компрессормен де бастай беруге болады. Бұл компрессордың пайдасы біздер бір күнде отамыз. 7 күнде өсіретін шөп болып шығады. Ал компрессор болмаған жағдайда 8-9 күнге барып қалады. Бүршік жармай қалады. Тек қара матада түскен кезде, сол кезде жарады. Біздегі қара бидайдың салмағы 30 кг қазір көресіздер. Ровно 30 кг. Осыдан
150 килограмм шөп өседі бізде. Бұның 30 килограммдық қара бидайдың бағасы 2400 теңге. Сонда шамамен 5000 теңгеге бір рулон 300 килограмм шөп шығады. 2 күнде шығады шамамен. Жемді саламыз қазір. 30 килограмм бір мүшек қара бидай. 15 минутқа саламыз. Сосын салғаннан кейін бетіндегі қоқыстарын аламыз сүзгімен. Қара бидайды аз шығады, арпаларда әсіресе көп шығады. Біз басын арпа істегенбіз, қазір қара бидай езіп жатырмыз. Марганцовканы қазір жуамыз, тазартып. Марганцовка бұл бактерияларды өлтіреді, грибок соларды. Әйтпесе шөп көбіріп кетеді. Осы арқылы сыртындағы бактерияны өлтіреміз. Дән ішіндегі зиян болмайды. Зерттелген нәрсе дейді. 15 минут өткеннен кейін мұндай бізде фильтр бар. Астын тесіп қойдық былай. Үстіндегі кәдімгі фильтрін жасап, дән ағып қалады, су ағып кетеді. Қазір бетіндегі суын алып аламыз да, осыны известке саламыз. Марганцовкадан известке салады. Известен шама келсе қол салмаған дұрыс, сүзгімен былғап тұрамыз. 15 минут, алып болғанша 20 минут шама болады. 15 минуттан кейін ала беруге болады жемді. Известен алғаннан кейін сол фильтрға шаямыз. Осыдан қазір жақсылап тұрып жуып, бурбулетаға саламыз. Енді жақсылап тұрып осылай жуған дұрыс. Манағы извест, марганцовканың бәрін осы жерден шайып аламыз. Қолмен андай тұрсақ, жақсы болады. Су аға береді. Осыдан қазір дәннің бәрін барлығын осында жинаймыз да, осын бурбулетаға саламыз. 2 қайтара, 3 қайтара жуған дұрыс. Аны жемді жуып болдық. Ендегі бурбулетті саламыз осында. Шөптің соны осылай тазартқан жақсы. Жемді салдық. Су жылылау, қатты салқын емес. Әзірге міне сапсар. Ертең осы күріш жаратып көресіздер. Құда жауы. Мұндайым жауып қойған жақсы болады. Ертең көреміз. Міне бізде екінші күн бурбулятордан шыққанның нәтижесін көреміз. Құда жауы. Ауаға өскет, дәніміз бүршік жарады былай ағарып бастар. Қазір осыны патносқа жаятын боламыз қалыңтырға. Біріншіден қалыңтырды кесіп алған қалыңтырды майыстырғанда жаны 4 сантиметр 4 сантиметр ұзындығы 35 болған дұрыс болады. Бізден қате кетті, негізінде 38 қылып жібердік. Себебі біздер мынандай бізде дайын темір болды, соған келтіреміз деп 38 қылдық. Ал 35 болса, кішкене жақын болса, жем су ағу процесі жақсы болады. Бұл бізде ортасы майысып кетті. Анау қысқа болса майыспайды, шөп өсу процесі жақсы болады. Қалыңтыр бізде қауіпті болды. Ұштары бар, апасына қойынды. Сондықтан біздер мұндай пластмасс поддон дейді, интернетте заказ бердік. Алматыдан ағаш апам беріп жүрді. 880 теңгеден
поддон для гидропоника десе шығады. Осы ыңғайлы ала осы жазда ма екен, дұрысынан біз дейтін гидропоника саламыз деп ойда бар. Сол кезде осыған байланысты полк жасап, мынандай арзан материалға. Сол кезде осыған есептейміз. Каунтерлар біз дейтін басында тексеруге алған нәрсе. Бұны тегістеп, қораға бір жерге пайдасы болады. Болашақта осымен жұмыс істейміз. 35 сантиметр дұрыс деп айтып отқан себебім, біздің бұл арнайы жасаған арасы 35 міне. Сондықтан 35 қылсаңыздар, келесте қаңылтырмен істеген кезде бастағанда. Біздің қаңылтырымыз хлорда тұрады. Бір күн бойы хлорда. Сосын хлордан әкеліп қойып, әйтпесе асты дезинфекция жуылмаса көріп кетеді. Хлор таблетка осындай. Осыдан 20 таблетка салсаңыздар жақсы болады. Нормасы осы ғой. Алдымен жайып аламыз. Сосын мынандай құрылғы арқылы ағаштан жасалған тегістейміз бетін. Артығын алып тастаймыз. Жемнің қалыңдығы 1,5-2 сантиметр болғаны абзал. Себебі 1 сантиметр болса тамырланбай қалады. Ал 2 болса жақсы тамырланады, 1,5-2 болса. Ал міне тегістеп жайдық. Енді қазір бұны полкаға қоямыз. Құдалар. Барлығы қолдан жасалды. Жасағанымызға 2-3 ай болған шығар. Басы бір ай дейтін үйренумен кетті осы. YouTube каналына үйрендік барлығы. Біздің полка уклоны 1 метрға 7 сантиметр өрік, яғни мын жағы 7 сантиметр, мын жағы бірдей. Арасы 7 сантиметр болса, су ағу, шөп шығу процесі жақсы болады. Мынау бітіп жатыр дәніміз, бірақ бір нәрсе айта кетейік. Сүзгіміз мықты. Сатып алған сүзгі сынып қалады. Құдай болар еді, сваркілеп бұндай істеп өтсеңіздер, қарасымен сваркілеп өтсеңіздер мықты болады. Бұл ағам істеп берген, сварщик ағам. Ауа шығаратымызды күнегі сумен жуып тастаңыздар, мұндай арасы су таза болады. Тракпен жууға болмайды, бұны тесіктер бітеліп қалады. Жемімізді жайып болдық. 12 қаңылтыр шығады. Бір қаңылтырдан 13 килограммдай шығады шамамен. Сонда 150 килограмм береді салмақ. Қазір бұны мынандай қара матамен жабамыз. Матаны орап дайындап аламыз. Қара матамен жапқан осылай бір адам ыңғайлы. Қара мата жабу себебі 2 күндей қараңғы жерде тұру керек. Осылайынан тұрады. Үстіне су шашып тұрамыз 4 мезгіл. Қара бидайға 3 мезгіл шашуға болады. Арпа мен ақ бидайға 4 мезгіл. Таңертең 12-де, кешкі 4-де, түнде сағат 1-де 9-10-ға шашып кетсе жақсы болады. Мынауымыз екінші күн. Екінші күн бүгін кешке бұл матаны алынады. Суда бір өтіп шығады бетімен. Болды, артық шашылмайды. Болды. Осыны әбетте екінші мезгіл, 3 мезгіл сасады осылай. Біздегі суару осы жерде тек шу өскеннен кейін тамыры осы жерден суарамыз.
ары қарай өзі барады. Біреу, екі, үш сорады болды. Ары су шашып кереміз. Құда үстін сорыз. Үстінде андай тамырын шашамыз. Болды. Ары қарай өзі ағып бара қойды. Мына бірінші күнгі жайылған жем. Мына екінші күнге тамырланады. Осылайынан болды. Осының үстіне матаны алып тастаймыз. Осының екінші күн мындай болады жайлап. Екінші күн. Мына үшінші күн болады. Үшінші күн. Төртінші күн мындай болады. Бесінші күні жылдам өсе бастайды. Бұл бесінші күн. Мынау жетінші күнге жақын. Бүгінгісі жетінші күні біз малға беріп тастағанбыз, сондықтан түсіре алмай қалдық. Мына біздің ақ бидайымыз тамырланып тексеруге қойған шөбіміз пластмастан. Қалғандар қара бидай. Арпаның басында өсірдік. Қара бидайдың түрі кішкене қарлалау болады. Бұнда асты таза керемет. Бізде ылғалдылықты шығаратын құрылғы жоқ. Мұндай терезе арқылы ылғалдылықты қолмен келтіріп отырдық. Болашақта ылғалдылықты арнайы шығаратын вентиляция болады. Бұл вентиляция пайдаға аспай қалды. Бұндай алмаған жақсы. Аз екен. Жарық түсу процесі 16 сағат болған жақсы. Кешке қосып кетіп, таңертеңге дейін күндіз сөндіріп тастайсыздар, сөйтті. Сонда шөп жақсы өседі. Бірақ интернетте қызыл мен көк араласқан свет жақсы шығады дейді. Фитолампа деген бар. Біз алғанбыз, бірақ нәтижесі менің тәжірибем бойынша бірдей қарапайым 30 ваттықпен де бола береді. Менің өзім соған да өсіп жатыр қазір. Жарық мұндай 30 ваттықпен де полка саған кезде түсіріп қоюға болады. Біз қолдансамыз бәрін. Күндіз айырып тастайсыздар. Кеште қосып кетсеңіздер, түнде жақсы өседі. 30 ваттық, 20 ваттық бола береді. Міне 0 литр алып көтереміз. Салмаған шөптің. Ешқандай алдап отқан жоқпыз. 14 кел, 15 ке жақын тартады. Әлі жарты күн өскен жоқ ма шөп әлі. 14 кел үстінде. Ал, тұта төкпсе, шөпті алайық өзін. Шөп қой. Мына ешқандай ішінде ештеме жоқ. Құр шөптің өзі. Ал осы санағы 14-15 килоны шығады бір. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдасын қажетті тиеді деп ойлаймын. Алла қаласа біз дейтін сиырға, малға қалай берген тиімді, сол туралы тағы видео түсіремін. Ол үшін осы шаруашылыққа қажет арнасынан тіркеліп кетіңіздер, пікір жазыңыздар. WhatsApp-пен бөлсіңіздер, шаруашылық жасап жүрген кісілерге таратыңыздар. Олар да осы шөптің пайдасын білсін, көрсін. Біздің де қателіктеріміз бар, біз де дамимыз әлі де. Болашақта біз дейтін отырған осы пластмасспен ала қаласа 20 күніге 20 килограмм шығаратын автоматты түрде стеллаж дейді, стеллаж жасаймын, соны түсіретін боламын. Сол үшін каналға жазып кеттіңіздер, жіберіп алыңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.